Арнаға қош келдіңіз. Бұдан да басқа қызықты әңгімелерді жіберіп алмас үшін арнаға тіркеле кетіңіз. Жылқы иісі Жарас Кемелжан. Жолды әңгіме қысқартады. Қайсы күні саяхаттан бір қария мінді. Нарынқолдан екен. Радиода жылқы туралы әңгіме болып жатқан. Колонкаға құлағын тосып тыңдап отыр. Даусын көтеріп қойдым. Бір кезде жылқы туралы айтып жатыр. Жылқы деген жақсы мал ғой, жарықтық. Балам, жол қысқарсын. Жақсы ат туралы бір әңгіме айтып берейін, тыңдайсың ба? Деді. Кешкі кептеліс. Айтыңыз, жол қысқарсын, дедім. Бір торайғырым болды. Енесін қырғыз жақтан алып едім, деп бастады. Жақсы әңгіме екені кіріспесінен ақ көрініп тұр. Келген жылы тобылғы түстес торы құлын тапты. Тайында қысыр емді, құнанында тимедім. Дөненінде бірақ бас білдіріп тоқым салдым. Бестісінде бәйгеге қостым. Қатарынан 2 шаламанда қара үзді. Кейін жүрісі қолайыма жаққан соң ешкімге бермей өзім мініп жүрдім. Көктемде үйірге саламын. Қыстай қолда ұстап мінемін. 90-шы жылдардың соңына қарай ауылдан үйірмен жылқы, өрісімен мал жоғалатын қиын заман болды ғой. Сол аласапыранда торайғырдың үйірі де ізім қайым жоғалып кетті. 2003 жылы Қытайдағы туыстарымды іздеп бардым. 70 жылдан кейінгі кездесу. Туыстарым шекараның түбінде Нарынқолға жапсарлас бір ауыл екен. Менің құрметіме тай сойып, той берсін. Бәйгесіз той бола ма? 2 ауылдың қыл құйрықтарын жинап, шағын бәйге берді. Аламаннан бір торат топ жарып жалғыз келмей ме? Көзіме оттай басылды. Құдды менің баяғы торайғырымды сойып қаптап қойғандай. Денесі шағындау демесеңіз, сол торайғырдың өзі. Кекілін жел қағып, кермеде сұлу қыздай құлпырып тұрған тораттың жанына қалай барғанымды өзім де байқамай қалдым. Мынау кімнің аты? Дедім. Жүйріктің жанында тұрған шабандоз баладан. Пәленшенің, деді. Шақыр, дедім. Ұзын бойлы, көк көз, ақсары жүзі күнге күйіп, желге тотыққан, елуді еңсерген жігіт ағасы келсін. Мұнатты қайдан алдың? Дедім. Даусым дірілдеп тұр. Өзімдікі? Мүмкін емес деймін. Елден сұраңыз, адал малым, дейді. Анау көк көзі шегірейіп. Қойшы, содан әлгі аттың тегін тектей бастадық. Сөйтсем, баяғыдай менің қорамнан жоғалған торайғырдың үйірінен шыққан құлын екен. Сатып па, айырбастап балыпты. Салып ұрып, сол күні торайғырдың үйірін таптық. Жайлауда екен. Жануар менің даусымды естігенде, сонадайдан оқыранып келіп, қолымды иіскеді. Көңілім босап кетті. Көзімнен тарам-тарам жас ақты. Жануардың жалын құшақтап, көз жасымды қасымдағыларға көрсетпей сүртіп жатырмын. Сөйтсек, торайғырды ұрылар бер өткізіп, сатқан ба, айырбастаған ба, бір үйір жылқының тоз-тозын шығарып жіберіпті. Менің бой тұмарымдай болған жүйрігім бір жуас жылқышыға бұйырыпты. Аттанитын адам екен, үйіріне салып қойыпты. Менің атым екенін білген соң, қазақтың жолымен ұрлап алмаса да, ат шапан айыбын беріп, бір құлынды биесін сатып, ақшасын қалтама салып, шығарып салды. Кетерімде торайғырды тағы бір рет көруге бардым. Жетелеп кететін ауыл рас емес. Қимай қоштасып, жануардың жалы мен кекілін кесіп алып, сілекейі мен терін сүртіп қалтама салдым. Содан бері қалтамда жүр. Деп, қария тұмаршаға түйілген алақандай ақ матаны алып шықты. Искеп қояды. Мен де танауыма келдім. Жылқы иісі ғажап қой. Қан тамырларымды қуалап барады. Әңгіменің соңы.